Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен үйдегі бар заттардан жасалынатын медовик тортының рецептісімен бөліскім келеді. Әрине бұл тортты барлықтарыңыз жасап көрген шығарсыздар, бірақ менің рецептіммен де жасап көріңіздер. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен осындай кастрөлімізді алып, оның үстіне бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды немесе маргаринімізді саламыз. Оның үстіне 2 шай қасық ас содасын саламыз және қант саламыз, шекер. 3 жұмыртқа қосамыз. Және 3 ас қасық бал қосамыз. Және осының барлығын баяу отқа қойып, ішіндегі сары майы мен қанты ерігенше араластырамыз. Міне біздің сұйықтығымыз дайын болып қалды. Бұл жерде бал мен ас содасының реакциясы жүруі мүмкін, яғни біздің сұйықтығымыз кішкене көпіршиді. Міне дайын болды. Енді оттан алып, ұнымызды қосамыз. Ұнымызды бірінші осылай кішкене бөлігін қосып, лопатканың көмегімен араластырып алыңыздар. Өйткені біздің сұйықтығымыз кішкене ыстықтау. Міне осылай тағы да кішкене ұн қосып араластырамыз. Кішкене қоюланған соң, оны үстелдің үстіне осылай төгіп, ары қарай қолымызбен жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Артық ұн қосуға кеңес бермеймін, өйткені біздің қамырымыз кішкене қатты болып қалуы мүмкін. Және бұның салмағын өлшеп аламыз және теңдей 8 бөлікке бөлеміз. Менде 130 граммнан шықты әр бөлігі. Енді ыдысымызға ұнымызды сеуіп, оның үстіне 8 бөлікті осылай қолымызбен домалақтап салып шығамыз. Және салафанмен бетін жауып, кішкене 5-10 минутқа тұндырып қоямыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырдың бір бөлігін алып, кішкене астына ұн сеуіп жіберіп, оқтаудың көмегімен жаямыз. Сіздің табаңыздың көлемі қандай, сол көлемге шақтап жаямыз. Және әр бөлігін табамызға салып 200 градуста 3-4 минутта пісіріп шығамыз. Міне мен барлық коржиктардың бәрін пісіріп алдым. Енді оны коржиктің бір бөлігін осылай домалақ формада кесіп алдым да, қалған бөлігін осымен өлшеп, артық коржиктарды кесіп алып тастадым. Ал бұл артық қалған коржиктар қазір бізге қажет болады. Міне мен барлығын осылай кесіп дайындап алдым. Енді кремін дайындайтын боламыз. Біздің креміміз 2 заттан тұрады: қаймақ және сгущенка. Біз осылай қаймағымызды ыдысымызға саламыз. Менде дүкеннің 20% қаймағы. Және сгущенкамызды қосамыз. Ары қарай біз оны қасықпен араластырамыз. Өйткені миксермен араластыратын болсаңыздар, біздің креміміз қатты сұйық болып кетеді. Міне осылай жақсылап араластырып аламыз. Ары қарай коржиктарымызды біріктіреміз. Ең алдымен бір коржикті алып, оның үстіне кремімізді жағамыз. Міне осылай тегіс жақсылап жағып шығамыз. Және келесі коржикті қойып, дәл осы ретпен жасап шығамыз. Міне менде соңғы коржик қалды. Оның бетіне жақсылап кремін жағамыз.
және жанына да жақсылап кремді біркелкі етіп жағып шығамыз. Міне жағып шықтық. Енді артық қалған көжіктарымызды оқтаудың көмегімен осылай майдалап езіп аламыз. Бұл бізге торттың бетіне себу үшін, әсемдеу үшін қажет. Міне барлығын осылай езіп алдым. Енді тортымыздың бетіне және жан-жағына жақсылап біркелкі етіп сеуіп шығамыз. Енді жан-жағына осылай жапсырамыз. Одан соң 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Кремдеріміз көжіқа сіңіп, тортымыз өте жұмсақ болып шығады. Міне тортымыз дайын болды. Сіздерге қазір кесіп көрсететін боламын. Үй жағдайында жасап көруге кеңес беремін. Міне менде арасы осылай болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын.